Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бейнені көру үшін видео астындағы лайк түймесін басып, оны достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз. Австралиялық ғалымдар табытқа бейне камера орнатты. Эксперимент өте ерекше. Организмдердің қазба қалдықтарының зерттеу орталығының мамандары бұл туралы шешім қабылдады. 1,5 жыл бойы камераға марқұмның басынан өткен барлық өзгерістерді жазып алып, табыттың ішінде болды. Зерттеушілер табытты жарты сағат сайын суретке түсіріп, оны қабірден сарапшыларға жіберетін камераға қосылды. Осылайша 17 ай қатарынан ғалымдар суреттерге қатты таң қалды. Марқұмның қабірде өте қозғалмалы болып шығады. Ғалымдардың назарынан марқұмның қолдары аударылды. Дәстүр бойынша олар алғашында марқұмның кеудесінде бүктеліп жатады. Бірақ 1 жылдан кейін олар марқұмның назарында жатқандай дене бойлап ұзартырылды. Ғалымдар мұның түсіндірмесін тез тапты. Мұның бәрі денені мумиялау туралы. Кептіру байламдары дене позициясының өзгеруіне әкеледі. Солтүстіктің кейбір халықтары өлгендерді ашық аспан астында өртеп жібереді. Ал австралиялық ғалымдардың эксперименті ортада күтпеген қызығушылық тудырып, қызу талқылануда. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.